Түркістан облысы Шардара аудандық білім бөліміне қарасты Ағалтын жалпы білім беретін мектептің 8-ші А сынып жетекшісі Сапарбекова Меруерт Умербекқызы. Ата-аналарды педагогикалық қолдау орталығының жұмыс жоспарына сәйкес атқарылған жұмыстарды назарларыңызға ұсынамын. Тапсырма беріп отырмын. Яғни сол ғаламтордың зияны және пайдасы жайында. Осы тұрған бойда екі топқа бөліне жасасаңыздар, қазіргі кезде оқушылардың арасында ең көп Facebook дейді. Міне мына жерде көрсетілген аккаунт. Сіздер маңызды мәселені колледж жетекшіміз қозғап, ата-аналар жиналысына шақырған екен. Және атап айтып та өтті. Екі жағынан қарауымыз керек. Біріншісі зиянды шақыр, қазір айтып өтті болды. Екіншісі біздің қорғап шығатынымыз пайдалы жау екен. Енді мен бұл жерде алдын ала айтарым. Дені сау болып, ата-анасында мейірімді ортасында қадірлі болып жүре берсін. Тамаша. Білімді, тәрбиелі. Почеркісіне қарап, хатын талғасаңыз, бұл жер аты жөнін жазылған. Барлығыңыз келіңіздер, барлығыңыздың балаларыңыз бар бұл жерге. Құрметті ата-аналар, сіздердің қолдарыңызға мына жерде А4 парағы беріліп отыр. Сол бойынша мына жерде балаңыздың бейнесін жасап шығарасыздар. Оның басына сол балаңыздың өмірлік мақсаты, яғни ұстанымын жазасыздар. Оң қолына не істеу керектігін және екінші сол қолына не істеп жатқандығын жазамыз. Одан кейін аяқтарына жаңағы нені өзгерту керек және қандай кедергілер бар екенін жазып қазір орындап берсеңіздер. Үлкен қызымен балама қойдым ғой, Меруертке Майсынама. Өзім қандай не таңдаймын білмей жүрмін дегенде өзімде ақыл жасағам. Екеуінде мен таңдап, мен түсіргенем, екеуі де қазір қалдырмайды ғой. Басқаларыңызда бар ма айтарларыңыз? Енді Меруертке өзі таңдасын деп ойлаймын. Яғни немесінде біздерде статистикалық мәліметтер бойынша мына қазіргі кезде дипломы бар жұмыссыз жастардың саны артып келе жатыр ғой жылдан жылға. Міне солардың басты сондай жағдайға түсуіне әсер етіп отқан факторлардың бірі осы ата-ананың ықпалында болудың салдары. Яғни ата-анасының айтқанымен дұрыс енді айтқанын істеу керек, бірақ енді баланың да жаңағы осы біздің тақырыпқа да сәйкес келеді. Бұлақ көзін ашты. Мысалы жаңағы кейбір баланың өнерге бейімділігі болады, немесе спорт саласына, сол сияқты әр баланың өзінің жеке қабілеті болады ғой. Соны да біз ескере кеткеніміз жөн да. Сол сияқты қатты жақсы көремін. Сізге бар жүрегіммен алғысымды білдіремін. Мені осы дүниеге алып келгеніңіз үшін рахмет. Анашым, мені